Сосын 3-тоқсанда қазіргі таңда біз Module 3-ді өтіп жатырмыз. Shakespeare's Poems дейді. Шекспирдің поэмалары жайлы. Мұнда қысқаша поэмаларын балалар жаттап, оны жаңағы өте қызығушылықпен қатысып жатыр сабаққа қазіргі таңда. Сосын келесі тоқсанда жоспарлап отырмын. Module 4 Shakespeare 4-ші не ашылмады ғой. Ашып көре салсын ба? Мен өзім яқсам ашылмай тұр. Module 4 Shakespeare's Identity, Шекспирдің жаңа жеке тұлға, сол жайлы болады. Келесі біздің модуль 4-іміздегі тақырыптарымыз. Балалар қазіргі таңда жаңа қызығушылықпен оқып қатысып жатыр бұл жаңағы оқуға. Мен балаларды әрбір мәтінді бағалап отырмын. Мына жерде мәтінмен жұмысты бағалау критерийлерін қысқаша айтып кетейін. Критерийлеріміз мәтін мазмұнын меңгерді. Дескрипторын айта кетейін. Мәтінді оқиды, түсінеді, 1 балл бердім. Көтерілген басты мәселені анықтайды, тірек сөздерді таба біледі. Тоже бұған 1 балл берілді. Сосын негізгі мәселеге байланысты өз ойын толық жеткізіп айта алады. Бұған тоже 1 балл беріліп отырды. Келесі шығарманы талдау. Әдеби туындыны тұтастай қабылдау мәдениеті. Бұған 1 балл берілді. Көркемдік бейнелеу құралдарын таба білді. Бұған 1 балл береді. Шығармашылық түйінін тауып, құнды әрі еркін жауап береді. Бұған 1 балл беріледі. Келесі шығарма эссе түрлерін, ой толғау, тағы басқа жұмыс түрлерін жүзеге асырады. Ой реті сақталады, бұған 1 балл беріледі. Дәйек сөздерді, мысалдарды, фактілерді дұрыс қолдана біледі. Бұған 1 балл беріледі. Тілдік нормаларға сай орындап жаза алады. Бұған 1 балл беріледі. Құрылымын сақтап жазады. Бұғанда 1 балл беріледі. Сонымен 4 балл, сонымен барлығын қосқанда барлығы 10 баллмен бағаланады. Енді баланың айтқанына, жауап бергеніне қарап бағалап отырдым. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Қазіргі сіздерге өзінің авторлық бағдарламасымен бөліскен Түйімбетова Балжан Нышанбайқызы болды. Қазіргі кезекте ағылшын тілі пәні мұғалімі Абизова Айнұр практикалық грамматика, яғни 6-шы сынып оқушыларына арналған практикалық грамматика авторлық бағдарламасымен бөліседі. Айнұр апай, сіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің элективті курсымның тақырыбы практикалық грамматика 6-шы сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Практикалық грамматика оқыту шет тілін үйренудің маңызды аспектінің бірі болып табылады. Өйткені грамматика болмаған кезде толық қарым-қатынас болмайды. Грамматикалық таңдау, бұл грамматикалық оқулықтар толтыру және негізгі грамматиканы белсенді қолдануда сақтау. Күтілетін нәтиже. Қарастырылып отырған тақырыптар саласында барлық дидактикалық ережелер бірінші білімдерін іс жүзінде қолдана білу,
жоғары аналитикалық қабілеттерін дамыту, орфографиялық схемаларды меңгеру, салыстырудың басым болуы, курс аяқталғаннан кейін зерттелгендерді сауатты пайдалана білу, грамматикалық ережелерге негізделген мәтінмен жұмыс, қадамдық кешенді талдау модельдерін әзірлеу, әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар орындай білу, дұрыс жаза білу, қарастырылған тақырыптарға сәйкес тест тапсырмаларын орындау. Авторлық бағдарламаның өзектілігі, шет тілін қажет ететін қызметке ұмтылатын оқушылар курс жоғары деңгейде дайындалып, мотивациясын дамытып, емтиханға және мамандырылған мектепте оқуға дайындауға, сондай-ақ пәнге қызығушылығын арттырып, филологиялық көкжиегін кеңейтуге көмектеседі. Мақсаты: шет тілін қажет ететін кәсіби қызметке ұмтылатын оқушыларға курс дайындық, мотивация және филологиядағы көкжиектерін кеңейтуге көмектеседі. Тұрақтылы мыңжақтар тұрақтылау мазмұнды бұнда 6 бөлімге бөлдім. Модуль 1 Our Class, модуль 2 Helping and Heroes, модуль 3 Our Countryside, төртінші Drum and Comedy, бұғанда 4 сағат бөлдім. Модуль 5 Our Health, 4 сағат бөлінді. Модуль 6 Travel and Holidays, бұған 2 сағат бөлінді. Нормативтік бөлімге келсек, нормативтік бөлім бірінші модульде оқушылар present simple және present continuous шақтарын салыстырмалы және күшейтпелі жайларды, инфинитив пен ing формаларын, сондай-ақ қимыл орын және уақыт үстеулерін, лекциялар, практикалық жаттығулар, топтық және жұптық жұмыстар арқылы меңгереді. Ал екінші модульде оқушылар өткен тапсырмалар бойынша формаларын қозғалыс предлогтарын, есімше түрлерін салыстыруды, сын есімдер жасайтын жинақтарды, мәтінмен шығармашылық және топтық жұмыстарын меңгере біледі. Үшінші модульде оқушылар әртүрлі шақ түрлерін практикалық, топтық және жобалық жұмыстар арқылы меңгереді. Төртінші модульде оқушылар есім сөздер мен өткен әдеттер талдау, шығармашылық және практикалық жұмыстар арқылы меңгере біледі. Келесі бөлімде ақпараттық әдістемелік бөлім. Мұнда ақпараттық әдістемелік бөлімде қамтылған жазбаша жұмысты бағалау критериялары. Бірінші, жазбаша жұмыс тест, бақылау жұмыстары, сөз диктанттары бойынша баға дұрыс жауаптарын пайыз бойынша есептеледі. Екінші, тест және сөздік диктанттар жұмыстарын бағалау шкаласы. Бұнда мен тесттер жұмысы бірінші бағалау 2-39%-дан немесе одан аз, екінші бағалау 3-40%-дан 34%-ға дейін, бағалау 4-65%-дан 84%-ға дейін, бағалау 5-85%-дан 100%-ға дейін деп белгіленді. Үшінші, шығармашылық жазба жұмысын бағалау критериялары: хаттар, эсселер, бұл жақта жобалық жұмыстар, соның ішінде топта шығармашылық жазба жұмыс 5 критерий бойынша бағаланады. Біріншісі мазмұны, жұмыс көлеміне сәйкестігі, тақырыпқа сәйкестігі. Екінші, жұмысты ұйымдастыру, логикалық баяндау, логикалық байланыс құралдарын тиісті деңгейде қолдану. Үшінші, сөздік лексика, тілді оқыту, берілген жылының міндетті немесе талаптарына сәйкес келеді. Төртінші, грамматика. Бұл жерде одан кейін бесінші, орфографиялық және тыныс белгілері қамтылған. Ақпараттық әдістемелік бөліміне келсек, ауызша жауаптар: бірінші, мазмұн, тақырыпқа сәйкес дәлелді сөйлеу, сыпайылық. Екінші, әңгімелесу, өзара әрекеттесу, логикалық жауап беру, сұхбатты қолдана білу. Үшінші, сөздік қоры, оқу деңгейіне сай лексика. Төртінші, грамматика, әртүрлі грамматикалық құрылымдарға дұрыс қолдану. Айтылым, дұрыс дыбыстау, екпін және интонация сақтау, оқуды бағалау. Оқушы мәтінді ақпаратты қаншалықты түсінуге қарай бағаланады. Негіз мазмұнын түсіну, толғысыну, қажетті ақпараттарды табу, одан кейін таңдауды бағалау. Бірінші, толық түсін тыңдау, 1 минутқа дейін мәтіндер белгіленді. Екінші, негіз мазмұн түсін тыңдау, 2 минутқа дейін мәтіндер. Үшінші, қажетті ақпарат тыңдау, 1,5 минутқа дейін мәтіндерді қарастырылды. Мына жерде соңғы бөлімде
оқыту ұйымдастыруға әдістемелік нұсқаулар қарастырылған. Практикалық грамматика және элективті курсының мазмұны және оқушыларды грамматикаға дұрыс қолдана отырып сөйлеу қабілеттерін дамытуға бағытталған. Оқушылардың ағылшын тілі пәніне деген құштарлық дарын ояту және оқушыларды ағылшын тілін пәніне деген маңыздылығын ұғындыру, тұжырымдау, қолдану, талдап түсіндіру дағдылары қарастырылған. Грамматиканы дұрыс қолдана білуге және дағдыландыруға, ақпарат көздерін дұрыс пайдалана білуге, керек деректерді білуге бағыт беру. Сабақтарды ұйымдастыру түрлері: ақпараттық таным сабақтар, Білімленд, KZ, e-learning платформалары, WordWall, Quizzes, Kahoot бағдарламалар, ойындар, сайыстар және олимпиада өзіндік жұмыстар қамтылған. Тыңдағандарыңызға рахмет, назарларыңыз рахмет. Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Мен нөмір 152 мектеп гимназияның ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Алимова Салтанат Жеңісқызы.